Ең ерекше өте дәмді пирогты бүгін бірге жасайық. Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Тез әрі оңай жасалынатын осындай бисквитный пирогты жасалу жолын бүгін көрсетейін. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. 4 жұмыртқаны жарып, ыдысымызға салып, қантты салып, шым-шым тұзды себеміз. Жақсылап миксерлеп 5-10 минуттың аралығында көпіртеміз. Осындай пирогтың ерекшелігі жай миксермен араластырып, формамызға құйып, пешімізге пісіріп аламыз. Тез әрі оңай. Қонақтарға жасай салатын пирогтың бірі. Міне осындай әппақ көбік көпіртіп аламыз, әбден жақсылап тұрып. Содан кейін сұйық майды қосып, разрыхлитель қосып, какао қосамыз. Бәрін жақсылап тұрып електен өткізіп алайық. Сосын лопаточканың көмегімен астыдан жоғары қарай бабымен араластыратын боламыз. Содан кейін ұнымызды електен өткізіп, лопаточканың көмегімен астыдан жоғары қарай бір қалыппен араластыратын боламыз. Дәл осы видео сізге ұнаса, бөлісуді ұмытпаңыз. Міндетті түрде осы пирогты сіздер де жасап көріңіздер. Сізге қатты ұнайтынына сенімдімін. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыз, комментария бөлімінде жазып қалдырыңыз пікірлеріңізді. Сізге ұнады ма, қалай шыққан, барлығын маған өте қызықты. Қамырымызды 26 диаметрлік формаға құйып алайық. Қамырымызды тегістеп алайық, видеода көрсетіп тұрғандай. Бізде салмасына творог, қант, ванилин, 2 жұмыртқаны қосатын боламыз. Оны жақсылап миксерлеп алайық. Дайын болған салманы қасықпен немесе кондитерлік мешокпен салып шығамыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 35-40 минуттың аралығында пісіретін боламыз. Бірінші 30 минуттың аралығында пешімізді мүлдем ашпаймыз, өйткені бисквитіміз басылып қалады.
содан кейін шанышқымен тексеріп отырыңыздар. Әркімнің пеші әртүрлі, соған қарап қойыңыздар. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Тез әрі оңай. Осы пирогтың дәмі зор болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап, жанұяңызды қуантыңыз. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Лайк, комментария жазып отырыңыздар. Біздің каналымызға тіркеліп, осымен біздің каналымыз жақсы дамиды. YouTube арнада қазақ тіліндегі арнамызды дамытайық бірге. Сіздер үшін пирогты турап, ішіндегі начинкасын көрсетейін. Міне видеода көріп тұрғаныңыздай өте нәзік әрі дәмі зор болып шығады. Осы видеомен бөлісуді ұмытпаңыз. Туған туыстарыңызға, достарыңызға жіберіп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше.